сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Подагра грек тілінен аударғанда аяқ үшін қақпан деген мағынаны білдіреді. Организмде зат алмасу процесінің бұзылуынан қанда несеп қышқылының артуы мен оның тұздарының буындарда, дене мүшелерінің басқа тіндерінде жиналуынан пайда болатын созылмалы ауру. Подаграның дамуына несеп қышқылының тұздары, түйіршіктерін организмнен шығаратын әртүрлі ферменттер қызметінің бұзылуы, сондай-ақ ет және майлы тағамдарды бұршақты көп пайдалану, ішімдікті мөлшерден көп ішу, аз қозғалу себепші болады. Подаградан тұқым қуалайтын түрлері де бар. Подаграмен әдетте 40 жастан асқан ер адамдар жиі ауырады. Аурудың белгісі бір немесе бірнеше буындардың қабынуынан, аяқ астынан, негізінен түнде басталады. Видеоны бастамас бұрын қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, лайк басып, маған подписка жасауларыңызды сұраймын. Каналды 90% адам жазылмай көреді екен, сондықтан сіздерден менің каналыма жазылып, қолдауларыңызды сұраймын. Зақымдалған буын ісініп, терісі қызарады. Дене қызуы 38-40 градусқа дейін көтеріліп қалтырайды. Дерттің қозуы бірнеше күнге созылады. Ұстаманың қайталануы жиілей берсе, ауру созылмалы түріне ауысады. Бұл кезде тері астына жиналған урат түйіршіктері түйін болып, негізінен шынтақ және тізе буындарынан бұлтиып, білініп көрініп тұрады. Урат түйіршіктерінің бүйрек тіндерінде жиналуы да жиі байқалады. Бұл өте қауіпті, себебі несеп шығару жолдарында тас жиналу процесі жылдамдайды. Негізгі белгілері: дене мүшелерінің бір буыны немесе бір-екі буыны ісініп қызарады. Зақымданған буын қатты ауырады. Ауру белгілері бірнеше аптаға созылады. Мұндай жағдайды көбіне подагра ұстамасы деп атайды. Ұстама әдетте түнгі мезгілде күшейеді. Буынның зақымданған тұсы ыстық болып, қызып сипағанда алақанға білініп тұрады және мұндайда тұз жиналған жердің сезімталдығы артып, науқас саусақ тигізгеннің өзінде қатты ауырсынуды сезеді. Бұл дертке негізінен бақайдың буыны шалдығады. Сонымен қатар алақанның, саусақтың, тізенің және тағы да басқа дене мүшелерінің буындары да ұшырауы әбден мүмкін. Қайсы бір жағдайда буынға қоса сіңірдің де қабынуы ықтимал. Подагра ұстамасы ұзақ уақыт бойы жиі қайталанып тұрса, буын елеулі түрде зақымдануға ұшырайды. Буын қозғалуы қиындап, тіпті өз қызметін атқаруы қиындайды. Кейбір жағдайларда буын терісінің астында немесе құлақ қалқанының маңайында ақ түйнектер түзіледі. Бұл түйнектер несеп қышқылының жинақталып қалған кристалдары болып табылады. Подаграның себептері: дәрілік препараттарды қабылдау, тиазидті диуретиктер, аспирин, тәулігіне 2 граммнан артық, циклоспориндер. Подагра белгілерінің пайда болуына әкелетін аурулар: жүректің ишемиялық ауруы, артериялық гипертензия, метаболикалық синдром, созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі, псориаз, кейбір қан аурулары. Подаграның дамуына органдарды трансплантациялау және радиологиялық зерттеулерде контрастты затты енгізу де ықпал етуі мүмкін. Пурин негіздеріне бай тағамдарды теріс пайдалану бұл аурудың дамуын тудыруы және нашарлатуы мүмкін. Ет пен балықтың майлы сорттары, алкоголь, газдалған сусындар, бұршақ дақылдары, жұмыртқа, шоколад және саңырауқұлақтар. Аурудың жіктелуі: біріншілікті және екіншілікті подаграға ажыратамыз. Бірінші подагра жағдайларының 99%-дан астамы идиопатиялық деп аталады. Бұл гиперурикемияның себебі белгісіз дегенді білдіреді. Біріншілікті подагра генетикалық, гормональды және диеталық факторлардың жиынтығының нәтижесі болып табылады. Екіншілік подагра дәрілік терапияға немесе ағзадағы метаболикалық бұзылуларды тудырған басқа факторға байланысты. Аурудың патогенезі: адам ағзасындағы пурин негіздері несеп қышқылына дейін ыдырап, содан кейін бүйрек арқылы шығарылатыны белгілі. Қандағы зәр қышқылының концентрациясы жоғарылаған кезде оның кристалдары буындарда, бүйректе және жұмсақ тіндерде натрий моноураты түрінде жиналады. Нәтижесінде артрит пайда болады. Буындардың бүгілу беттерінде, құлақ қалқанында тофус түзілімдер пайда болады. Урат нефропатиясы түрінде бүйректің зақымдануы дамиды. Сонымен қатар бүйректе тастар да пайда болады.
көбінесе 30-60 жас аралығындағы ер адамдар подаграмен ауырады. Әйелдерде ауру менопаузадан кейінгі кезеңде жиі дамиды. Ерлер мен әйелдер арасындағы патология жағдайларының арақатынасы орта есеппен 7-ның 1-ге қатынасын құрайды. Әйелдерде подагра белгілері қандағы зәр қышқылының төмен болуына және қандағы эстрогеннің жоғарылауына байланысты аз көрінеді. Менопаузадан кейін көрсеткіш ерлердің деңгейіне жақындайды. Егер бұрын патологияның орташа жасы 40 жаста болса, қазір ол 30 жастан басталады. Жыл сайын подагра артритімен ауыратын науқастардың саны артып келеді. Осы саладағы зерттеулер әйелдердің подагра диагнозын жиі қоятындығының бір факторын көрсетті. Оның себебі диуретиктерді қабылдауда. 3-тен 1 жағдайда бұл негізгі шешім. Подагра үшін әйелдердегі белгілер мен емдеудің жасына байланысты өзіндік ерекшеліктер бар. Мысалы, ерте менопауза кезінде аурудың даму қаупі артуы мүмкін. Подаграға көз жеткізу үшін, яғни подагра диагностикасын жүргіземіз. Аурудың белгілері пайда болған кезде ревматологқа жазылу керек. Жүргізілген жалпы тексеру қабынған буындар мен тері астындағы кесектерді анықтауға мүмкіндік береді. Қажет болса, бүйректің күйін анықтау үшін нефролог пен урологпен кеңесу тағайындалады. Соңғы диагноз аспаптық және зертханалық зерттеулерден өткеннен кейін қойылады. Қан анализі. Дәрігер подагра белгілерін анықтау үшін веноздық қан алуды тағайындайды. Аурудың симптомдарының өршуі кезінде науқаста лейкоциттер формуласының өзгеруі және зәр қышқылының жоғарылауы байқалады. Симптомдар болмаған кезде мұндай талдау аз ақпараттандырады. Зақымдалған буындардың рентгенографиясы. Дәрігер буындардың суреттерін алу үшін арнайы жабдықты пайдаланады. Суреттер сүйек құрылымының өзгеруін және зәр қышқылы кристалдарының жиналуын көрсетеді. Сонымен қатар, подаграның алғашқы кезеңдерінде рентгенография әрдайым өзгерістерді анықтай бермейді. Сондықтан ревматолог қосымша зерттеулер тағайындайды. Буын пункциясы. Дәрігер тіндерді жансыздандырады және буын қуысын теседі. Шприцтің көмегімен сұйықтық алынады. Алынған материалды зертханалық зерттеу несеп қышқылы мен натрий уратының кристалдарының болуын көрсетеді. Бұл ауруды диагностикалаудың ең сенімді әдісі. Бүйректің ультрадыбыстық зерттеуі. Дәрігер органның суретін алу үшін арнайы датчик пайдаланады. Ультрадыбыстың көмегімен бүйректің жағдайы бағаланады және подаграның асқынуы алынып тасталады. Бұл қауіпсіз және мүлдем ауыртпалықсыз процедура. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, маған подписка жасауларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын.